тағынан бір жақсы тілек ниетті жалғап бір сыртқа шығса билеп келейік, әдемілеп. Енді жастар білесіздер. Қапеге бір тілек айтып берсеңші. Жоқ. Негізі әрнесінің өзінің олы ретік епқан екен, билеп, бой жазып, мүмкін тілек бола береді. Бола береді, дұрыс айтасыздар. Дұрыс. Ішен егенде сендер көріп болды. Таныс сөзістегі құдада отырады, құда болдар, құдашылар. Реңін көріп отырады. Негіз биден болса, жасарға соғылы негіз. Құдашылар ергін. Құдашылар. Біз енді елшіміз бар құдалар. Біз елшіміз ғой деймін да, бір әулеттің атынан келіп отқан елшіміз. Не көрдік, не ештік. Барлығы бізден сұрайды, қалай құдалар, не көрген сайт барамыз, қалай құдамыз, сіздердің қандай екендеріңізді айтамыз. Сіздер бітесіздер, жаманын жоқ боласыздар, жақсысын бар боласыздар. Соғынды. Әр жерде... Мен жаман деп атқан жоқпын, жалпы деп атқым да. Ал, былай қылай. Білеп, оны көңіл керек, көңіл көтеру керек. Дұрыс, әдемі не қылдық, көңіл көтеру керек, біле керек, оны керек. Біршама айтып жатырмыз, тілек ниетті. Білетін керек жастар. Дұрыс, сол ұйымдастырайын бар. Сенің бауырларың бол. Енді мынау екі жақтан алмай кезек бере берейік, бір жақтан жаңа үлкен әбекең ағамыз сөйледі. Одан кейін құдаларға әшеке нағашылар жаңа сөйлеп отырмыз кетін енді рәжетін беріп атқан. Өзің сөйлеп жүрміз, да? Рахмет. Ал мына құдалар жаңа келіннің бетін кім ашса бірінші сол ыстық көрінеді ғой. Сіздерге мен ыстық көретін шығар, мен бағана енді ауылдарына барып көргендер, мені елдеріңізге бардық, бағана елші болып көргендерге ыстық көрінемін, көрмегендер енді көре берсін. Бұл елшікте де көп нәрсе бар, екі жақты жаңа жауластыратын, татуластыратын елші ғой. Мен енді біраз талай жерге барып жүрмін, бәрі удашын, бәрі жақсы өтіп жатыр. Құдайға шүкір, сіздермен де жақсы барып сіздерге барғанда бір үйлеріңізге шынымды айтайын, дастарханда тұр. Мен бір жаңа құда болып, бір кешірімге барып, жаңағы не барған жоқпын, бір ескі бір құдама, ескі жегжатыма барғандай болып барып отырып қайттым, сондай көңілмен қайттым, сөзін аша керегіне. Рахмет, құдағиға рахмет. Мына балдардың бәрі тәртіпті, анасын қатты сыйлайды екен, байқап, қарап отырдым өзім. Анасы тұрған кезде бір баласы аузын ашпайды екен. Әйтпесе, талай жерді көріп жүрміз. Жаңағы анасы тұр, әкесіне қарсы келетін бала бар, басқа бар, сөз таластыратын бала бар, араласып қалатын бала бар. Жоқ, ондай емес екен, оның бәрін байқап отырдым. Анасы сөйлегенде бірде-бір баласы ауызға ашқан жоқ. Рахмет, анасы сөйлеп отырды, рұқсат берсе, балалар да сөйлеп отырды. Рахмет, мен соңырза болып, бас тәрбиесі өте мықты екен. Мен басты болған, тәрбие болған жерде бәрі болады, адамгершілік те болады, сыйластық та болады. Соның бәрі тәрбие байланысты, тәрбиесі жақсы болған екен, значит бәрі жақсы болады деген сөз. Мен соны байқаған жерім сол. Енді бағана таныстырып өтейін, бағана өзім барып сөйекті сіздерді таныстырдым, өзімен осы құдаларыңыздың туған ағасын, өзінен үлкен. Арамызда бір қыз бар тағы, Алматыда, ол енді келе алмады әзірге. Бүгін жаңағы демалыс праздник болмаған екен, қатысу болған жағдай болған екен. Жаңа өзім Шымкентте тұрамын дедім, мен өзім 85-86-тан бері сөйекті. Просто түн естіп осындай қуанышқа кеп қалды, осындай барасыз дегеннен кейін жаңағы не дейміз енді, ағайын айтқан кейін бәріне көнеміз бардық. Әйтпесе енді ол жастан өтіп та қалдық біз негізі хабарда орды. Бірақ неше барып қайттық, бәрі да жақсы, бәрі рахмет. Жаңағы құдағиға көп рахмет. Құдағиға өте көп білгенді, әңгімесін көрген сөздерін айтты, балалардың жақсы тәрбиесін көрдім. Алдыма біздің елге құда қаласа, Құдай Алла қолдап, құда болып отырсыңдар, бірінші дастархан ашып келіп отырсыңдар, танысып отырмыз, білісіп отырмыз. Міне ініміздің шаңырағы осы, құда қаласа, танысыңдар, құдағымен танысыңдар, күйеу баланы көргесіңдер. Міне, мен дейміз, арамызда әрқашанда жаңағы жорғалай берсін, жорға қатынай берсін арамызда. Әрқашанда сіздермен сыйластықпен, тойда, қуанышта, сіздердің ауылдарыңызды жақсылыққа, біздің ауылда жақсылыққа, қуанышқа, тойға. Осындай тек жақсылыққа қатынай берейік. Құдай қаласа сіз бесіміз ұлғая берсін, Құдай қаласа жегжаттың қарасы көбейе берсін, жақсылық бола берсін. Мынау басты осы себепкер осы дастархан әурешіліктің бәрі мына екі жас қой. Бізді жаңағы
сол 2 жас бақытты болсын, бар тілек соған тілейік соларға, Құда қаласа. Солардың арқасында біз, Құда сіз біз десеңіз, Құда боламыз, Құдағи боламыз, араласамыз, сыйласамыз. Солардың арқасында. Солар жақсы болса болды, біз жақсымыз. Солар жақсы болып, үлкен әлі жас енді бұларға әлі көп ақыл керек, көп тәрбие керек, әлі бұлар әлі бала, көп нәрсе үйрету керек дегенде, оның бәрі енді сіздер жақтан, біздер жақтан, екі жақтан ортадан болатын нәрсе. Соның бәрін қолға аламыз дейміз. Құда қаласа бұлай жақсы үлгілі семья, азамат болып өседі деп отырмыз. Құда қаласа сондай ниетіміз бар, ниет қабыл бола берсін. Ал мына бұл келіп отырсыздар, мына қазақтың жаңағы жолы ғой бұл енді осындай жаңа қуғыншы дейді, хабаршы, кешірім дейді. Бұл да бір жақсы нәрсе ғой енді. Барып қайтып сіздер келдіңіздер, бәрін реті-ретімен болған жақсы. Ішіп жеп отырыңыздар, алып отырыңыздар, дастарханымыз осы. Ал енді сіздердің құрметтеріңізге енді мен тілегім осы сіздерге. Әрқашанда жаңағы бір осы мынау жаңағы бір ән шырқап дегендей сіздер алып отырыңыздар, біз ән шырқап жіберейік. Көңілді отырайық. Көп сөйлей алмаймын мен өзім, сөзім жоқ. Айтамайын да, сіздер үшін, сіздердің үрметтеріңіз үшін. Yedim oğlun oy tarlan menen ay hoy Karamaysın kasın oy Bargan menen halay Oynamayın külmeyin Yesim dağı ay hoy Ötüp baradı jas devrin Arman menen halay Tay oldun şabsay, çay bölüktün dalsay Kököyümden keteydi oy Kalkataydın ay dalsay Bitirdiğimin endişey, bitirdiğimin ay hoy Şimdi bugün kömlümde kötürdüğünü kalevleyin ay Endi bugün kömlümde kötürmesin ay hoy Oynağanın külgelen bitirdiğimin kalevleyin ay Tay oldun şahsay, say ölüktün dalsay Kököyümden keteydi oy Kalkataydın ay dalsay Tavuk aldım akudun Jumurtkasan ay hoy Bizden selim aytalar Umut bastı halevleyelim Ölün aytmay biz halay Oturamız ay hoy Sizler menen bizler bu Jolukkaсын halevleyelim Tay buruldun şabsay Say bölüktün dalsay Kököyümden keteydi oy Kalkataydın ay dalsay Say bölüktün dalsay Kalkataydın dalsay Kököyümden keteydi Sol bir kızdın ay Sol bir kızdın ay Sol bir kızdın ay Davusay Rahmet kızlar Жақсы көңіл көтер орында тамада Сәл реттер жақсы Аңлесі деген Рахмет. Сәл жасау болса бақшы шырқат жібермеген Жастардың алдында сәл ыңғайсыздау болады екен Жоқ, жақсы бәрімізден өнерлі Жақсы ойнап күліп отырыңдар енді Көңіліңіз жас екен деп қойса Жоқ демесеңіздер тағы бір келіп жұп кетеміз Жақсы әдемі, рахмет. Тойдадан бұл сөз негізі
Сәл анау елді ашқан дегенде ұят болады деймін ғой негізі мәке. Көбінесе. Дұрыс негізі, манер бір бар нәрсе. Иә. Сол айтып жүрмін, ұрысып айқайлап сөз болады ғой. Бір қарап қойып болды да, қарайсың. Көрген кезде таң қалғанмын да. Ол көп жерде ондай нәрсе бола бермейді да. Біздің апамыз өте жақсы адам. Құдай қаласа. Иә, алма ағашынан алыстап кетпейді дейді ғой. Құдай қаласа, апамыз сияқты болса, келіндеріңіз өте жақсы, әулетті, бір әулеттің бетке тұтар келіні болады, құдай қаласа. Иншалла айтқаныңыз келсін. Құдай қаласа. Ай, жақсы. Бар нәрсе болғаны жақсы, бірақ енді әр жерде әртүрлі бола жатыр. Өткенде бір мынау сол жақтың бір тойында тамада сұрақ қойып отыр. Келіндер шығарып қойып жаңағы ойнатып отыр ғой. Ең бақытты келін кім деген сұрақ бізді бір келін айтады. Енесі жоқ келін шығар дейді. Бәрі күліп отыр. Сен енең болып бүкіл тірегің қанша жыл немере келсін. Аса болмайтын қарап отырсам жастар қарым ашып кетті мен айқайлаймын. Біздің жаңағы стали адамдарымыз ғой, біздің сондай майда шүйін әндер. Ал жалғастырып отыр, кім тағы ішкен жаңа. Сол енді мынау. Үскен құрт болып бәрі сыртқа жабып шықпай қоймай білесіздер. Іштегі бар өнер іште тығылып қалған жарасмас. Сыртқа бір шығарайға деп әлі, бір әуде жіберіңіз. Иә, өзіміз ешкім жоқ қоя қарап тұрса. Айтып жаңа біреуіне бересің да. Айтып жатыр ғой. Қосыламыз. Иә. Сіз құдағисыз ғой, иә? Нұрайна құдағи. Құдаша ма деймін? Елмира құдаша. Жа, қазақтансыз ғой, иә? Не ғой? Елмира. Құдағи үлкен, құдашаның үлкенсің ғой сен. Бірінші сыртқа шығайық дейді, ішкен жеңген сіңірейік, одан кейін киген ал сен құдағи үлкенсің ба? Жоқ, мен 4-ші құдағимын. Мен алдымда 3-еу бар. Олардың кезек өтіп кеткенде қойса. Қай жеріңіз? Өзім Шамшин ауылынан мен отырамын. О, бәрекелді. Қай жерден? Темірден ба?
тәтті Оралайда сол қызды таптым Қалықтары тәтті кезіктірген сәтті Мен іздеген махаббатты таптым Күнде киіп көйлектерін түрін Қызыл жасыл жайнап жүрсің гүлім Ұмытқаның себеп ақ көйлегің бөлек Кездесуге келші дейіп бүгін Ақ көйлегің бар дейсің Оны неге кимейсің Аппақ көйлек киіп алып Сенің назарына ілмейсің Сүйген жаның бар дейсің Онымен неге жүрмейсің Алдамашы еркем болсың Осы сөздеріңе сенбеймін Шын махаббат зорламай Жүрегімді ұрладай Қарай берем ғашық болдым Мен көздеріңе құралай Шын махаббат зорламай Жүрегімді ұрладай Қарай берем ғашық болдым Мен көздеріңе құралай Ақ көйлегім бар дейсің Оны неге кимейсің Аппақ көйлек киіп алып Сенің назарына ілмейсің Сүйген жаның бар дейсің Alsa şundan. Енді, бәрекелді. Қайтардан лайны. Gözlük түсір қайта қайта. Шықпай қам. Ай, бәрекелді. Тосыннан келген басың ұзақ болсын, жасын деп жіберермін құдай. Ал кім? Осы мынау мен ай өтті сұраған ештеңе жоқ қой. Сіз осы кім боласыз? Сіз Мен келіндеріңіздің общесі боламын. Қайынбекесі бар. Сіз мынау құдаларды бұрыннан танисыз ба, қатысыңыз бар ма дегендей? Мен бала шағам ғой. Танысегін. Мен бала шағам. Сонда жоқ. Сұрап жатыр ғой, айтсаңдаршы. Жоқ, мен сізден сұрап жатырмын ғой.
Жақсылап айтады да. Иә. Танимын бұл кісілерді. Бұрыннан танисыз ба? Соны сұрап жатқанмын да, бұрын танисыз ба дейді. Сіз өзіңіз кім екеніңізді білмеген екен сұрап жатқанмын. Таныс екен. Жиырмасынан асып қалды жа. Шайбике. Таныс болған. Тамақты әдемілеп турап шығарсақ бағыларынан сақ беріңіздер. Болмаса турап беріңіздер. Пышақ бар ма? Турамап тұр ма? Екі пышақ әкесін. Құдашылары турап берейін. Өте мықты әнші. Біз әшейін оң қасында отырған жер өлең айтпаймыз. Жаңағы сол айтпай жүрген кейін айта салдық қой. Құдасына бір екі ән айтқызыңыздар. Өздері айтады бұлардың, өздері айтсындар. Өздерін айтқызамыз ғой, иә. Рахмет, мына өзіміздің қазы ұрта деген бүйрегі бір жаққа бұрып тұр бұл кісінде. Сәл де болса жақындау. Білмейміз. Жас болса да 4 баланың анасы екен. Рахмет, қазақтың санын көбейтіп бар деген. Әлі тұрмысқа шықпаған қыз сияқты бүйтіп қарап тұрсам. Мүнтіпай. Тіл көзін сақтасын деп қойып. Әдемілеп бір тілек айтыңыз еді. Бүгін міне әдемі көйлегіңіз киіп, шашыңызды төбеңізге түйіп, бар жақсылық бойыңызға жиып бердіңіз ғой. Тілек айтсам түйіп бердіңіз бір әдемі ақ тілек өзіңіз ендеше. Бірінші байлық денсаулық дендеріңіз сау болсын. Біздің қызымыз сіздерге аманат. Білмегендерін үйретіп. Жастар ғой, әлі жас. Иә. Тек қана денсаулық болсын. Бұдан да кейін дастархандарды жолға берейік. Сізде ғана да кездесейік. Тек қана жақсылық болсын. Соларда көгер болып жүре берейік. Алыңыздар. Бәрекелді. Бағана бет ашып жатқан кезде енесі айтты. Мынау менің алғашқы ырымалды келінім деді. Бірақ біреу түйсе жән шығарам деді ғой. Соқсап, қорықпайды, сен тапсыра беріңіздер қыздарыңызды. Бұл гарантия. Ол енді түпай ене сондай адам ба, айтса орындайды бірақ. Міне Нұрайна ханым құлағында, бойында, қолында алтын ес. Бұл алтынның маркасы 583 тазаран сізге алғасы деп қошемет ұрып маяқ сәлем. Мынау сәл тұрмысқа шықпақ, болмасында қасында ән шығып триоға қосып олай дегеннен тұрасың. Бір әлем құра қаласа, әлем ұсақ болса. Құлағы қайдан сасқаны мен құлағы екен десе, мен құлағы екен деп бізде не бір тұрмысқа шығып, даже бала-шағалы болғандар да бала-шағасынан келіп өнер көрсетіп жатады, ондай бола береді. Оның бәрі адамның ішкі жан дүниесіне байланысты. Жаңағыдай іштегі бар өнерді сыртқа паш ету ол әрбір адамзаттың қолына келе бермейтін іс, бірақ соны келтіруге тырысу керек деп ойлаймын. Ал әдемі ақ тілек өзіңіз ендеше. музыкалық сәлем артында. Ол әбзатына бірінші тілек айтып olsun Ашеге. Не деймін, құда-құдағи, әуел Алланың арқасында, екінші екі жастың арқасында, бір дастарханда жолығып отырмыз, құда-құдағи болып отырмыз, бір-бірімізден құда болып отырмыз. Құда 1000 жылдық, күйеу 100 жылдық дейді ғой. Бізге күйеу балдарыңыз 100 жылдық, құдалығымыз 1000 жылдық болып жалғасын. Біздің айттым ғой, осы сәулетке келгеніме 1 жылдан енді асып, бұл 2-ші жыл болып жатыр, Құдай қаласа. Өте керемет отбасы, өте жақсы, құда-құдағилар, әулетіміз, семьямыз, отбасымыз, тіпай-тіпай Құдайға мың шүкір, өте жақсы адамдар. Құдай қаласа, біздің Арай енді алыс кетпейді ғой, апамыздан алыс кетпейді, бауырларынан алыс кетпейді. Құдай қаласа, бізді жерге қаратпайды деген ойдамыз. Ерке, мен өзімде 7 қыз бір баланың ішінде өскем, ең кішкентаймын, мен де ерке болып келгем. Апамыз өзіне ыңғайлап, өзіне ыңғайлап. Құдай қаласа, біздің қызымызда өзіңізге ыңғайлап алыңыз. Бір-біріңізбен қалай сөйлесеңіздер, ол өздеріңіздің жаңа айтты ғой, әр семьяның семейный секрет деп қойсаңызшы. Тәртібі болады, әр семьяның өзінің несі болады. Сол тәртіпке қарап өзіңіз ыңғайлап аласыз енді. Сіздерге бердік қызымызды, аманат етіп бердік. Құдай қаласа өздеріңіз ыңғайлап алыңыздар. Не деймін, қызымыз жаман емес, жақсы, тамақ,
пысық, өте жақсы. Енді өздеріңіздің тәртіптеріңізге қарап иіп алсаңыздар, болды, басқасының барлығы жақсы. Құдай қаласа бәріңізді сыйлайтын, бәріңізді құрметтейтін қыз, Құдай қаласа келін болсын, биыл бала келін болса, келесі жылы ана келін болсын, Құдай қаласа болашақта дана келін болсын. Дана келін болсын. Сіздердің Құдай қаласа осы әулеттеріңіздің бетке тұтар келіні болсын. Барлықтарыңызды жаңағы бастарыңызды тік көтеріп жүретін, тік көтеретін келін болсын. Тек қана жақсылық тілеймін, отбасыларыңызға жақсылық тілеймін. Көріп отырмын, әулеттеріңіз көргенді, өскен, өнген әулет екен, өнерлі әулет екенсіздер. Жаман болмайды. Құдай қаласа жаман болмайды деп ойлаймыз. Біз айттық қой, елшімізді, Құдай қаласа бәрін айтып барамыз. Көргенімізді, түйгенімізді, барлық нәрсені айтып барамыз енді. Бізді елші қылып жібергеннен кейін айтамыз. Жаман емес, бәрі жақсы, түп айтпай. Енді ары өздеріңіз 2 жас бақытты болсын. Өздері және қыз барған жерін бақытты болам деп емес, бақытты қылам деп барады. Сіздерді бақытты қылсын. Дастархандарыңыз бұдан да үлкен кеңге жайылсын. Ең кіші тойларыңыз осы болсын, үлкен тойда жолығайық, Құдай қаласа. Осы қоңыраттың қыздарын көрсең, еріп кетесің. Олар әңгімені айтқан кезде майын тамызып, қазақта бір әдем сөз берді, қоңыратта қыз берім қыз ал деген. Қазір осы біздің ауылда көп қоңыраттан ағандар көп та, бүйтіп қарап жүрмін, бәрі бай ғой шетінен, бәрі мақта. Ой бұрмай деймін деп, бұл сіздер негіз болып пысық жандар қолар. Олар осы жолда біздің кезімізде ешкім айтпапты сол. Әшеке, біз үйленгенде осындай қыздар жоқ па еді, білмеймін ғой. Үйленген қыздардың бәрі әдемі беді. Қоңырат жамай, қоңырат дейсі, және өзіміз беді қашан дейді. Қоңырат алсын ғой. Шынымен өзім қалады, өте жақын болады қоңыраттың Ала бір тойда қоңыраттыңыздарын тасып, біз аулақ жүретінбізді. Бұрындар сондай еді ғой. бір тойда айтып өтті да бір шамада. Күлгім келді енді өзім. Жаңағы дейді, осы еркек азаматтар дейді, мен сіздерге таңғарамын дейді. Тойларда дейді, бір басқа біреудің әйелімен билеңізді барыңыз салып, әдемі билейсіздер дейді да. Биле басқан кезде әйеліңіз қасыға келген кезде бірден нәрселеріңіз кетіп қалады. Өткенде кім ұстадыңыз сізді? Осы еркектер түсінбеймін деп қояды. Қашанғы өз әйелімен билей бересің деп, басқан әйелімен билейін деп, бір тамақ қашанғы жей бересің деп айтады тапқа. Сонда өздерін сонда қазығарда санап тұрмалар тапқа. Еркектер дейді. Әйел тамақ өздерін қазығарда санап тұрма дейді. Сол сияқты. Ал енді музыкалық сәлем не қылайық? Музыкалық сәлем немесін айтсын. Бағнай күтіп отырмыз сол, иә? Қолға саламыз енді. Қолға салайық. Нұрайна деген қыз құдағи жақсылар, құдағи. Өзің жас болсам да бас болып, осы не келдің, құдағи бізге отырсын. Домбырада береміз бе? Домбыра? Иә, сондай болып тұр ғой. Жоқ, қосыламыз әшейін. Күйт тарталып жүреріңізші. Бір ән еске түсті. Мұхағали Мақатаевтың «Сенің көзің». 2 жастың құрметіне арнаймын. Жастар бір-біріне махаббаттары берік болсын, мәңгі болсын, бақытты болсын. Сенің көзің түпсіз терең тұңғиықтан жаралған, сонда жатыр менде жүрген орында алмас бар арман. Сенің жүзің көкте күннен жерде гүлден жаралған, шашың сенің жан баспаған жапандағы қар орман. Қаз кірпігің қарлығаштың қанатындай қап-қара, үлбіреген жүзің сенің ақ жібек пе мақтама. Әсем қасың әдемі мүсінің еш шаққана, шиеде енеріндерін қыларып тұр шоқтаған. Қаңсыған тұла бойың шыбық бекен тал мекен, бейнең сенің баяулатқан жазғы шұғылатан бекен. Күлкің сенің шашылған нұр, сөзің көсәр бал мекен. Бұл ғаламда сенен асқан сірә біреу бар мекен. Бұл ғаламда сенен асқан жан бар деуге сенбеймін. Сен солайсың ләйлім менің, сен де маған сенбейлің.
бұл ғаламда сенен асқан жан бар болса егерде, өз көзіңді өзің оям, оны мәңгі көрмейін. Зәмзәм суы сенен арзан, таталмаған кәусәрім, сенің әсем мүсініңді сөзбен қалай таусамын. Мың мәжіліс мендей сірә тебіренбеген шығарау, әппақ құсым қайдасың, сен аңсадым ау, аңсадым. Бұл ғаламда сенен асқан жан бар болса егерде, өз көзіңді өзің оям, оны мәңгі көрмейін. Құлағайын дауысына құлағайлар келіп жатыр. Шапалақ, шапалақ. Жүк болсын, жүк болсын. Қазақша айтады ғой, абылайдың астына шаппағанда қашан шабасың деп, дәл осы құдай қойып, жеп болсын, жатпасаң да жүк болсын. Қайсының жоқ екен бұдан кейінен, ең соң сөз екен қойып, бұқ баратын. Бұқта бармайсың. Саған бұйырып баған екен. Рахмет, айналайын. Менің әкем, осындағы бар әкелердің құрметіне, өзімнің әкемнің құрметіне, және менің қайын жұртымдағы әкенің құрметіне. Менің әкем жақсы адам деген ән. Ұмыт қалмасып айтып берейін. Алладан кейінгі шеберім, жан әке жан жүрегім, самғасам күш қуат демедің, сүрінсем тілегім, қалдырмас аязға ызғарға, алыбым асқар тауым, жан әке қасымда сіз барда, арайлы әр таңым, әр қашанда биік көретін мен басқадан. Менің әкем, ең жақсы адам. Менің әкем, ең жақсы адам. Қасиет киеңнің шыңына арнадым алғыс тағзым, еш мектеп жет алмас қонына, ең мықты ұстазым. Аңсайды ұлына әр әке, елде жоқ бақ қонғанын, мен үшін жетеді жан әке, сізде ақ болғаның. Әр қашанда биік көретін мен басқадан. Менің әкем, ең жақсы адам. Менің әкем, ең жақсы адам. Ең жақсы адам. Ой, көрінерсің. Точно қасында дуэт қыверді балары мәттен дағат дейді. Ал енді, мен қалай, құдағай Тойда қайтсын, құдағай. Тойда қайтсын. Сізді бір әуді қайдан қол қосыла алмайсыздар. Ал сіздер барған кезде қол қосасаңыздар болады, бір адам айтып алар ғой. Жоқ, біз Өлдергенім болса, ол ештеңе жоқ жерде. Өліп жарып дегендей. Осы жақында бір-екі ай бұрын бір жерге барып қалдым енді. Сол жерде мен жалдап барған ғой таксист. Мен апарғандар іште ән айтатын жоқ мен. Демей отыршы, таксист айныдым, таксист емес. Мен құлағым дедім. Ән кетіп алып жарыс басталды ғой. Ешқайсың сол келіп қалды да біз. Құлайға шүкір. Бұндақ келген адам жарылыңыз болды. Лап етіп қоңыраттыңыз дегенде кел орды. Болып жетеді. Енді Найман сен қалсасын қамасасың? Иә. Сіз бұл жерге бақталасып келген жоқпыз. Жоқ, қалсында емес. Шабам деген жүрекке от беремін, шабам деген жүрекке ат беремін дейді. Шауға қаласам бақыт етіп жайымыз бар ол. Жоқ, құда, үйтіп айтпа. Бұл кісі құдағи өзінің кішкене жаңа жүрек жарысын айтты. Сен құда орның бөлек, сенің орның бөлек. Сен құдасың. Сенің орның бөлек, сенің бас. Бас құдасың. Сен өзің кішкене осынбау, кішкене дастарханға, кішкене өнері болса, бөліп жалып отқаның, жақсы ет мына дастарханға.
Шыбықтарды аттылып мініп алып, ала шеректер тоңқылдатып олып, өлең айтатын еді ғой. Ал, құда қаласынан, иә? Қарарым айналайын қарындасым, төгілген иығыңнан құлаң шашым, қолпырып қырда өскен қызғалтақтай, қолпырып 18-ге өкен ылғасым. Мінезіңе қайран қалай, жет қалқан мақсатыңа армандағын, күнге сені туған тарту етіп, Жүргізім шын жүректен алмалаған. Ой, молодец. күнге сені бақтың тарту етіп, жыр айтты шын жүректен алмадаған. Ал, жұқтыласың ба? Көзіңдей жас ботаның жайраңдағын, көзіңнен күлгіндеген айналдаған, ашқан жұмыр қарай апа көргің, өзіңдей қарындас қайдан табам. ашқан жұмыр қарай апа көргің, өзіңдей қарындас қайдан табам. Жүк қой. Ойбай, оған не ғой? Ойбай, бағана біз Гүлеке, құдалардан... Жоқ, құдағайдың туған ағасының баласы. Әнісінің баласы. Құдағайдың бауыры былайша айтқанда. Бойдақ бала екен, жас бала екен жаңа осы. Келін қаншады сол қатары? Өз құдағиларыңыздың құрдасы екен осы келіннің. Шегір жағынан құда болып отырмыз ғой. Мен сұлтанның келін алдық қой. Мамасы шегір ғой? Жоқ, оның ойын ішмейді. Қазір қарға тамылы қазақ қой. Мен басқа айтайын деп отырмын. Бойдағы екен, соған ауылымыздан бір қыз болып тұрлаймыз деп, таныстырамыз деп, уәде беріп қойды бұған. Батыр жайдақтан бір қыз таныстыратын болды. Сразу айтып қояйын да, уәде бағана уәде берген екен, ол кез. Ол қарыз оқымасын бойында. Жоқ қыздарыңыз деп қойсай? Әлі жоқ қой дейді. Көп, көрсетпей жағы. Той енді болады. Той бар әлі, бәрі алда ғой. Тойда Алмаш. Қарап отқан шайқы. Құдаларыңыз енді. Құдаларыңыз тыңдайық. Құрметті құдалар. Жақсы. Мәке, сәл өлеміз сол құлағын бұрай тұрасың. Сәл, не? Ақ көре беріңіздер. Ал, бір шапалы құрып қойық енді. Мынау қазақтан әдем сөз бар, күйеу бола, қайыншықта сүйеу бола деген. Міне, сүйеу болған азаматты алдарыңызға алдырып тұрмыз. Енді бір сәлемдесі бар жақсылар. Қолдарын ал, қолдарын ал. Дұрыс. Қолдарын ал. Рұқсат. Қалада суықтан келген ғой олар. Құшақтап. О, ар жағына бар. Әпшелерінің бетін сүйіп қояр емелі, жеңгелерінің. Бұл ерке болды ғой, Бұрынан таниды ау дейін бұлар бір-бірін. Алдыр, жастар, современный болып кетті. 21-ші ғасыр ғой. Компьютермен телефонға таныса береді. 21-ші ғасыр. Дұрыс. Болды, орындарға орындар. Ал, міне, түбәй. Жеңгесіне күйеуді көрімдің берісі. Айтам. Айдан, оны жақсы oldu өзіміз. Ал, көріп жастар, түбәй. Алла тағала екі жасты тіл мен көзден сақтасын. Міне, қарап тұрсақ екеуіне еліктің лағындай, шығыстың шынарындай. Жылқыдан текті мал бар ма, қымыздан тәтті бал бар ма? Міне алған адал жар бопты біздің сапар жаны, одан артық жан бар ма? Сезімдері пәк болсын, көңілдері ақ болсын, қырда жүрген қыдыргет, шаңырақтарына тап болсын, айналайын екі жас, жүзге дейін бастарына бақ қонсын деп бір қошемет тұрып. Міне Алла тағала екі жасты еш уақытта сүріндірмесін, құлатпасын. Алладан сұраса да адам баласын сұратпасын. Екі жастың басына
бақыт түсі келіп тұрақтасын деп тағыдан бір шақырып алып арнап айтқан сайын ақшалар қосылып алып байқадыңыздар. Міне Құда қаласа мәселе ақшада емес. Мәселе ақшада емес, мәселе көңілді. Мынау ақша кетсе кетсін, абырой кетпесін деп айтады дейді. Мынау рахмет. Енді 2 жасқа осының үлкен атасы отыр, атасынан бір бата сұрайық. Бәбеге. Амин. Құдайым оңласын, әруақ Құдай қолдасын. Құда қаласа мына келген келінің қадамы құтты болып, Сапарбай баламыз екеуі өніп өсіп, өздерінен көбейіп, осы әулетке, елге келін болсын, баламыз сіздерге күйеу бала болсын сондай. Ізетті де құрметті, үлкендерді сыйлап, кішіге құрметті болып, осы елдің үлкен азаматтары болсын. Өніп өссін Құда қаласа, осылардың қызықшылығында, тойларында кездесейік. Рахмет айналайын жастар. Рұқсат сендерге. Махаббаттың тәшпісін мәңгі тарта беріңдер. Аумин, Аллах акбар деп қояйық. Көрімдіге. Рахмет. Ой, бәрекелді. Ал енді құдаларыңыз тыңдайық. Негізі жаңа өзім арасынан өзімді қаладым болып таппаған еді, бекерімді қалап қояйық. Ана біз жақта жеңгелер қалдырамыз десек, жоқ қалдырмаймыз деп қояды. Дұрыс қой, әзіл ғой. Құда қаласа бәрі нәрсе болады. Міне жастарды да көріп, бір күйеу баланы көріп марқайып жастар, бұрыннан сәл таныса келістер, дұрыс. Мынау танысы жақсы ғой. Ара тамырлы қазақпыз. Мынау тәттілігін жаңғақтың дәнегінен байқарсың, ықыласын адамның сәлемінен байқарсың дейді. Өзі кіріп келе жатқан, ажиып келе жатыр ғой. Бұрыннан бір таныс адам сияқты. Сондай бір өздеріңізге бір сүйеу болатындай бала болсын деп тілегенде ше. Ал енді әкесіне ән бе деген осындай әдемі кезде? Иә, осылай да шаппағында сөзім адамға бір қуат береді екен. Сөйтіп айтсаң, настроениемен былай адуши, әйтпесе әнді жақсы болмайды, адуши айтпасаң. Шамам дейінше айтып берейін. Құдалар, құдашалар, құдағилар, төрге шыққандарың құтты болсын, құдалығымыз мың жылдық болсын. Мың жылдық деп жүрді, қазір мәңгілік деген сөз шыққан мәңгілік болсын. 2 жас бақытты болсын деп сіздердің құрметтеріңізге бір ән айтып берейін. Екеу. Бірден екеу айтамайын ғой. Қазақта айтады. Әйелдерді еркектерден көп дейді, тағы бола берсін көп мейлі. Әйел деген әдемі ғой, әдемі көп деген, әдемілік бізге көптіге етпейді дейді. Соқсан аналардың, әйелдердің, құдашалардың бәрін құрметіне бір ән жолдап жіберейін. Әсемдік жарасады, ай көрге биіктетер аласаны. Болмаса сұлу қыздар әйел, табынып еркімдермен көрген сұлу мүсін, көргенде қайранға күйеушін. Ақын жырласа тіл жетпейтін, бұл қыздар жаралған тек, бұл қыздар жаралған тек үшін. Құмарың қанбайды қарасаң да, сұлуға ынтықсың да қаласа да. Жердегі арулар жетер емес, аспанның мың жұлдызын баласаң да. Жүздірер жүректі нұрлы мүдде, басыңа қоятын мұңды ертей. Қияудан жұмбақтан жаратылған қызару қалар мәңгі, қызару қалар мәңгі бұл биікте.
ұрпақ деген аруға ана болу жарасады. Көктегі ай күндей таратуға қыз десе дүние далатылған. Қазақтың намысы ару қыздар мәңгілмес арман жердан. Мәңгілмес арман жердан жаратылған. Қазақтың намысы ару қыздар мәңгілмес арман жердан. Мәңгілмес арман жердан жаратылған. Сіздер айтыңыздар, сіздердің сөздеріңіз өткен болады. Бана жүк болсын. Біздің көтпейді онша. Жүк болсын. Мынау енді жалпы жаңағы әйелдерге де барнадым, енді бір өзім қасымда тұрған жаңа құдағиларыңызға арнаған бір әнім бар еді. Қолдан келсе қоншынан бастайды. Негізі махаббат қолдау керек дейді ғой негізі. Бұл енді құдағиларыңыз қай жағада шығып кетеді деп не қылмаңыздар. Бұл құдағиларыңыз сол қай жағада шығып кете береді негізі. Bir мәрте естіп барғам екеумізде бір жас жұбайымыз ғой, бір әдемілік екеуміз сөйлессейікші деп. Сөйтіп бұған түсетін болды, сөйлесіп түсірді. Кейін сөйлесіп шығартып алсам, құдағиларың жоқ, шығып кетті. Біреу шығып алған. Әзіл ғой. Түсіріп алған, кеп қалғанда. Бір кісіге барғанда, тамада болда жатыр. Көріп сені өзгердім, қайдан жаным кезгердім. Ғашық болып өзіңе қалғанымды сезбедім, қалғанымды сезбедім. Ән арладым шумақта, тыңда жаным құласа. Қол ұстасы көтеріп алма менен жырақтан, алма менен жырақтан. Өзің болдың арманым, үмітші бір жалғаным. Қос әнімді, қос әнімді, қос әнімді. Өзің болдың арманым, үмітші бір жалғаным. Қос әнімді арнадым. Сенсіз өмір не керек? Сенің орның тым бөлек. Қол ұстасы көтеріп, көтер өмірдің керек, көтер өмірдің керек. Бақытым бол, бағым бол, бетке ұстарларым бол. Сыйлап өтер мәңгілік, адал сүйген жарым бол, адал сүйген жарым бол. Өзің болдың арманым, үмітші бір жалғаным. Осы әнімді, осы әнімді, ей! Өзің болдың арманым. Кеп балама деп есімді айтма, тұр! Жеңшемді қалай ғашық қып өзін алған десем, осы өлімнің ғашық қып. Ой, рахмет, той жаса. Мың жаса. Рахмет. Ал, тамада жалғастыра бер, біраз деп алып қалған шығарсың. Ал, міне керемет. Ән көңілдің ажары, би көңілдің базары. Bir şiddet su kumursuğunda pajar deydi. Buna ortağını bir pajar kılmay, әдемілеп, әндетіп, сәндетіп, қазақтың той болама, күмбірлеген күйі болмаса дейді. Қазақтың той болама, мың бір алған бейі болмаса, қазақтың той болама, әуелеген әні болмаса, қазақтың той болама, келін сүріп, қыз ұзату, осындай тойлар жиі болмас деген. Сондықтан бүгін міне сондай керемет тойдың куәсі болып отырсыздар. Енді әрмен қарай, міне жақсы бол сол қызың, қырда өскен қырмызың, қалықтап көкке түйді, жарқырап жүр жұлдызың дейді міне. Бүтін болып жартымыз қуанты қартпен жасымыз деп міне екі жақта жартыларымыз бүтін болып өз теңдерін тауып қуанып жатқан жағдайымыз бар. Осындай керемет әдем ақ тілектің ниеттің кезегін әрмен қарай енді әпшем жалғаса, одан кейін жайлап құдашыларға жетеретінмен жөн жорғасымен барлығын қоса топтап енді бір беріп жіберейік әдем берейік. Дұрыс, қосыламыз. Бастаңыздар әпше. Құдағилар, құдашалар,
Айналайын мәжит мынау бүгінгі қуаныштарың құтты болсын. Осыңдар құда болып отырсыңдар енді. Құда болсын, бағы болыстан басталады енді. Құда қаласа. 100 жылдан күніне деп айналайын өздерің қуанып, бақайып отырмыз мінекей. Жастар бақытты болсын, өссін, өнсін. Арада қалқын жүзі аман болсын. Сендерге мынау айналайын Сапарбай жақсы күйеу бала болсын, ізетті болсын, бір балдарыңдай. Мына кім Арайлым бізге келін айналайын, ізетті келін болсын, осы әулетті көбейтетін, әулетімізді сыйлайтын оның, осы абысындардың артынан еріп, өсіп өніп жүре берсін, өздеріне көбейіп. Бар осындай кең дастарханда, осындай қуанышта, аман есен тойда жүрейік ақшам. Осы үйде тойға келіңдер, тойға барсын, барайық. Амандық болсын, денсаулық болсын. Ай, бәрекелді. Атал қуатында қайсы болсын. Тастан. Көрге шыққандан құтты болсын сіздерге. Әрқашанда осы қуанышта жүздесе берейік. Күйеу балама сіңлім дастархан әрдайым жақсылыққа, тойға жайылсын. Келінің әпкесі бұл кісі. Құда қаласа келесі жылы шілдехана тойда жақсылықтарда жүздесе берейік. Жастар бақытты болсын, денсаулықтарымыз құтты болсын, бәрімізге де осындай жұғысты болсын. Сол, жақсы болсын бәрі. Ай, бәрекелді. Сау әрмен қарай. Ал, маған келді ма? Ал, мынау Мәжит Зейнеп түскен келіндерің құтты болсын. Аяғы құтты болып келе берсін. Мынау құда бәқ айта беріңдер жаңағы жайдақтарға. Құда-құдағилар келіндеріңіз құтты болсын. Барлықтарыңыздың дендеріңіз сау болсын. Кім ойлапты? Бұл жақтағылармен біздермен құда-құдағи боламыз мен ойлаған жоқпын. Мысалға да. Ең ұзаққа қой мен қыз кетеді дейді ғой негізі. Сол сияқты әйтеуір таныс біліс бәріміз не болып шығып жатырмыз. Бұл жақтың бәрін білемін. Сылаң көкем мен Бақтыгүл шешенің тәрбиелеген қыздары жаман емес. Қыздардың бәрі пысық еді. Енді бұл мен жүрген кезде, мен барып көріп жүрген кезде, бірақ арай әлі кішкентай, ең ақырғы бір 5-6 жасында көргем, одан кейін көрдім деп айта алмаймын негізі. Көрсем бір осыдан 5-6 жыл алдын барғанда, жаңа көке қайтыс болған кезде, сол кезде көрсем көрген шығармын, мен ары қарайын білмеймін да негізі. Олар кішкентай еді. Ал бірақ ана Эльмираларды, салтанаттарды, бәрін балдарды, бәрін жақсылаймын ғой енді. Пысық, енді пысық тәрбиелі қыздар, енді ол жақтың барлығы жақсы. Енді бияқада құтты келін болады деп ойлаймын. Екі жақта алтын көпір құтты болсын. Жорға қатынамаса да дорба сыйластықпен, ынтымақ бірлікпен екі арада қатынай берсін. Әрқашан сіз бізіміз жоғалмасын. Құдалығымыз мәңгілік болып, күйеу 1000 жылдық болып, өстіп ойнап күліп, жақсы күндерде кездесе берейік. Дендеріңіз сау болсын. Ай, ал әрмен қарай. Айта бер, Негіз екеуі жастыр. Құдашалар сөйлесін, бізге бұлай құдашалар, иә. Жол сенікі ғой сөйлей бер. Не дейміз, құда-құдағилар, алдымен сіздер төрге шыққандарыңыз құтты болсын. Бірінші байлық денсаулық дендеріміз сау болсын бәріміздің. Бұл әулет өзі жақсы әулет. Мен өзім жездім. Әпшемді айтамаймын енді. Жездім өте жақсы адам негізі. Әпшемден жылап көзгіріп кетемін. Осында жездім сондай жақсы адам еді. Әулеті де жақсы.
жақсы, жездем жақсы болған кейін бауырларым бәрі жақсы. Бәрі жақсы. Баласы да жақсы деп қойса енді. Баласы жақсы ғой. Баласы мамасы таптан, әкесі тапқан жоқ. Ақтай берсе баласында қаптай береді. Мынау әпше жезді, мына келіндеріңіз құтты болсын мынау. Сіздердің жолдарыңызды бізге бере берсін. Сол бірінші байлық денсаулық қой, дендеріңіз сау болсын. Үлкен тойларда, тек құдалықтарда, жаңағы ендігі жылы бесік тойлар бола берсін. Тек жақсылықта, тек тойда, жұбымыз жазылмасын. Бұдан да мынау арқада өсіріп отқан ұл қыздарыңыздың рахатын, қызығын көріңіздер. Сол барлықтарыңызға мына өсіріп отқан ұл қыздарыңыздың рахатын, қызығын көріңіздер. Осы мына қыздарыңыз ғой енді. Басы үлкен келін қалай болса, арқасынан солай кете береді. Бұл командир болады да, енді құда қыздарымыз командир болады. Үйде де командир. Тек жақсылық, той болсын. Нұрша, қарындасымыз. Менің құдаларым, құдашаларым деп қояйын да, құдағи. Келіп төрге шығып отқандарың құтты болсын, екі жас бақытты болсын, көкеме жеңгеме жаңағы келін құтты болсын деп қайта-қайта шулап WhatsApp-та айтып жатырмыз. Енді беттеріңізге де айтайын, құтты болсын. Келіннің қадамы құтты болсын. Жаңағы айтады, қыз барған жерін өзі бақытты боламын деп емес, келген жерін бақытты етемін деп келеді деп. Сондай жақсы келін болсын бізге. Біздің Мақтабековтердің әулетінің ұрпағын өсіріп өндіретін, көбейтетін, инабатты, ибалы келін болсын. Баламыз да жаңағы сендерге жақсы күйі болсын, Құдай қаласа. Екеуі де екі жақтың қуанышы болсын. Арамызға салынып отқан алтын көпір Құдай қаласа құтты болып, мықты берік болсын. Екі жақта оның мықты берік болуына себепкер болады. Жаңағы сөз жәрдемдеріңді, өз жәрдемдеріңді тигізіп, жаңағы екі жастың бақытты болуына үлестеріңді қосасыңдар Құдай қаласа деп ойлаймыз. Ақылдарыңды айтып, білетін кеңестеріңді беріп дегенде. Құдай қаласа жастар бақытты болсын, тек қана солардың қуаныштарында, жақсылықтарында басымыз қоса берейік. Келесі жылы бесік тойда кездесейік. Тойдың кішісі осы болсын. Үлкен тойда жолығайық дедің ғой жаңа. Сондай үлкен тойға Құдай жеткізсін, сол үлкен тойда кездесейік. Ал үлкен шалдың үйіндегі қара шаңырақта Қарабекің сөйлесін. Бұл? Келін қосылып қойсын? Қосылады. Қасында отырмын да? Қардан жешем сөйлесін. Қара шаңырақта келген адамдар екі жас бақытты болсын. Дастархан, ағам дастархан әр уақытта жақсылыққа жайылсын. Бәріңіздің үйіңізде той болсын. Тек жақсылықта осы тойларда кездесе берейік. Ол үйдегі ағамыз келіндерің құтты болсын, түрі өшқандарыңыз құтты болсын, екі жасымыз бақытты болсын. Осылар бақытты болса, біз де бақыттымыз. Ал екеуміз құдалар, төрге шыққандарыңыз құтты болсын, қуаныштарыңыз құтты болсын. Мына сіздердің өрістеріңіз кеңейіп, біздің шаңырағымыздың көбейіп атқаны, барлығымыз осындай қуанышқа кенеле берейік. Қайнаға мен абысыныма әрдайым үйлеріңізде той болсын, жақсылық болсын, көргендеріңіз тек қана қуаныш болсын деп тілеймін. Шаңырақтарыңыз шаттыққа толып, барлықтарыңыздың үйлеріңізге той тілеймін. Той көріңіздер. Енді жақсылап осындай әдем мақтылеттер ыстық-ыстық екі кіре шай ішіңіздер. Артынан одан кейін үйдің егелерінің бір екі ауыз екеуінің бір тілегін естеміз. Одан кейін ұқсат береміз деп ойлаймын. Сағат бір болды, асып қалғаны. Азанда бәрі жұмыс билеп жүргөй. Бірден қайтып кетпей бір сағат атырақ болсын. Жарайды ма? Бар екен ғой? Сен бір тоқтау керексің бір жақсылай. Жоқ, тәсті болады. Тағдырымын ау таңдарды сенсіз атырдым, ұмытамын деп өшіріп алдым отымды. Жаным ау сен де келместі күтіп жүрмісің,
Жас жүрегіңе құмартып жазып атымды жетейін десем жете алмай жүргенім жоқ болмай сүйкім дедің періштедің пәк едің аңсадым ғой қайда жүрсің әдем-ау әдемім аңсадым ғой қайда жүрсің әдем-ау әдемім толқыттың мені есіме түстің келмедің алтыным менің қадірін білдің сен менің кешірші жаным оралмас қайта көктемің кешірші мені жоғалтқан өмір өрнегін жетейін десем жете алмай жүргенім жоқ болмай сүйкімдедің періштедің пәк едің аңсадым ғой қайда жүрсің әдем-ау әдемім аңсадым ғой қайда жүрсің әдем-ау әдемім құдашалары құдағилар проза жасап алды Өзбекский вариант емеспін ал біз не дейміз мынау анамыздан өсіп өніп өтқаннан кейін мен апамның қолындағы болған соң сол апамыздың символы деп ана әнін орындап берейін. Ай молодец. Өз балаңнан артық балаң бар мана мәз боласың жарай қалсам шаруаңа теңіздерден кешіп өтсем жетпей ме жан ботасын сағынғанда аруана теңіздерден кешіп өтсем жетпей ме жан ботасын сағынғанда аруана аруанамсың мен ботаңмын жананам сені іздедім мынау барқыт ауладан жұлдыздардан сәуле тамса сол сәуле сенің нұрлы көкірегіңнен тараған жұлдыздардан сәуле тамса сол сәуле сенің нұрлы көкірегіңнен тараған. Тойда ал, абаш. Үйгілер шағысы. Ал мәжік түскен келін құтты болсын басты байлық денсаулық өгей мықты болсын екі жасы бірінің
Шаңырағың шалқыған Зейнепжан баққа толсын Ардақты анам, ақылды данам Жетсін де қадіріңе аналар туған балаңай Ау десем домбыр алып, өлең дайын Сіздерден нег аяйын, өгай тілдің майынай Өлеңнің бір-ек ауыз арқасындай Адамның алыс жақын құдалар білдің жайынай Апаларым, аталарым Қабыл болсын әрі қашан өгай баталарың Ой, өлең айтады, есі шап. Есі шап. Шабыт мән кетіп салой. Отыр. Болып жабып кеп қалды. Ой, рахмет, молодец. Ол жақсы. Мен ең шағында мен тез Жаман есі ергесіңдер. Бопты мақұл жақсы. Көп созбайық, әрекін озбайық дегендей бір әдемі ырзашылықпен келген құдаларға, құдашыларға, құдағиларға деген бір ықылас лебізіңіз өзіңізден болсын. Құрметті құдалар, құдалар, мамаңда жаңағы айтыңызда төгіліп сондай болсын, құдалығыңыз мәңгілік болсын, егіз бақытты болсын, бұл жақта сіздер аман болыңыздар, бұл жақта біз аман боламыз. Осындай жақсы дастархан, жақсы тойларда сіз кездесіп, біріміз сыйлап, әрдайым жақсы қолдаймыз. Алла денсаулық берсін бәрімізге. Ол денсаулыққа қазір ойнап жүре берейік. Ай, молодец. Кел жалғасын. Кел. Неме білеу? Ол тағылайды ма? Анау байлап қойыңдаршы екеуі. Балалар кетіп алды, мен жақсы демесе шығып бір ауыз дәстем етсе өкпелеп қалады ғой. Өкпелемелеп бауырларымыз ғой, бұл жақта құдалар ғой енді. Ал, сөйтіп қойды. Сенерімше бір тілек айтып беріңіз. Келін сен күтіп отырмыз. Құда-құдағиларына төрге шыққандарыңыз мықты болсын, денсаулықтарыңыз мықты болсын. Өсіріп отырған қыздарыңызды біз келін қылып алдық. 2 жас бақытты болсын. Бізде ұл бар екен, сіздерде қыз бар екен. Өстіп, сол екеуінің арқасында танысып отырғанымызға өте қуаныштымыз. Біздің әулетке жақсы келін болып келсін, мен Құда қаласа. Қызымыздай көреміз енді. Бақытты болсын баламызда, келінімізде. Қол отырың қуанғанымнан. Не айтарымды да білмей отырмын. Рахмет. Айтпасам сөзге шешім. Келесі сайрайтын боласың деп келесі келді дегенде. Осы үйге үлкен тойға келіңіздер, бесік тойға келіңіздер. Құдалығымыз 1000 жылдық болсын. Біздің баламыз сіздерге 100 жылдық күйеу болсын. Құда қаласа тек тойда жақсылықта кездесейік. Денсаулықтарыңыз мықты болсын. Рахмет сіздерге. Осындай қыз өсіріп маған келін қылып, қолын бұзарғанда қуанып. Ай, балады. Ай, бәрекелді. Дұрыс, мынау ана әкенің қуанған нәрсе емес, ананың қуанғаны, ой, ыстық қой дегенде керемет қуанып жатыр. Құда қаласа әлі өз келін болып, әлі шақпылап жүр, Құда қаласа сен қол ұзарып, тілі қысқаратын шығар деген ойдамыз. Ал енді мынау бір уақытты көп созбайық, мен тайқап отырмын, бағандай бір өте бір ішпесекте кішкенеден артып отырсыз. Бәкең рахмет. Сол Құданың құдағи құдағидің бір ауыз сөзін жерге тастамай, әдептен озбай, тәртіпті озбай, мен уәдеге беріктім деп уәдеде тұрып қалды. Бүйрегі бұрып қалды сіздерге, соңынан дастархан гүл болды. Ән жырмен төгіліп бір керемет бір жақсылап дастарханға, қуанышқа, тойға екі жақ бірдей шабылып, жақсылықтан табылып, әдемі ақ тілек ниеттеріңіз қабыл болсын деймін ше. Құдадан бір пата сұрайық. Дастарханға келеді. Құдай берсін, кең болсын, ішкен жегенде бақыт берсін, Құдай берсін. Алла әрдайым жақсылыққа, амандыққа, төрт көзін тігіп кездесуімізді Алла
Ay be. Şanşama tek şanşama ayak kolunda
Ay barakelli ne degen beyler mına ve şabıtты şakırıp edemelep tağıdım. Bir beylep barıp otursak dep жатырмыз. Sizden hürmetleriniz, hürmetlerinizge. Құдағылар жақсы. Сәлем айт. Жақсылдар. Аман есен жетіңдер. Машина сен қарап тұрыңдар, а? Машина келіп алға берме сен артқа шығып. Наоборот,